Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айжан. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен пита дайындаймыз. Ең алдымен начинкасын, яғни тауығын дайындап аламыз. Бірінші мариновка жасаймыз. Мариновка үшін міне біз тауық төс етін осылай жіңішкелетіп турап аламыз. Дәмдеуіштерін қосамыз, яғни тұз ең алдымен, паприка, қара бұрыш және вегетта приправасын қосамыз. Зәйтүн майын құямыз, соя құямыз және бір тісше чесногымызды чеснок езгішпен езіп саламыз. Жақсылап араластырып, холодильникке мариновкаға жібереміз. Шамамен жарты сағатқа холодильникке жібереміз. Начинкамыз мариновкада холодильникте тұрған кезде қамырын дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға суымызды, тұз, қант, дрож салып, бір араластырып аламыз. Сұйық майымызды құйып, бір араластырып, ұнымызды саламыз, бір келкі қамыр болғанға дейін илейміз. Жылы жерге бетін жауып, көтерілгенге дейін қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін осылай ұзынша етіп формасын келтіріп аламыз. Пышақтың көмегімен бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп болған соң, міне осылай етіп домалақтап шығамыз. Келесі қамырымызды жаямыз, кішкене астына ұн себеміз, домалақ етіп жайып шығамыз. Барлық қамырларымызды осылай жайып шығуымыз керек. Табамызды қыздырамыз, қамырымызды салып, қамырымыз кішкене көтеріле бастаған кезде аударып, келесі бетін пісіретін боламыз. Қамырымызды аударған сәтте, міне қамырымыз осылай үріліп ісінеді. Осындай болу керек. Қызарғанға дейін ұстаймыз. Қайтадан мына бетімізге аударып, толығымен пісіріп аламыз. Келесі соусымызды дайындаймыз. Міне чеснок езгішпен чесногымызды езіп аламыз. Қиярымызды теркадан өткіземіз. Қиярымызды чесногымыздың үстіне саламыз. Укроп немесе петрушкамызды майдалап турап, тағы да осы қиярымыздың үстіне саламыз. Қаймағымызды салып, жақсылап бәрі біркенге дейін араластырып аламыз. Сонымен біздің соусымыз дайын. Тауығымызды пісіреміз. Ең алдымен ұнға аунатамыз, одан кейін жұмыртқаға аунатамыз, одан кейін панировочный сухариға аунатып, қызып тұрған майда екі жағынан қызартып пісіріп аламыз. Питамызға начинкаларымызды саламыз. Ең алдымен соусымызды салып аламыз. Одан кейін салатный лист болса салатный лист, немесе мен сияқты петрушка салсаңыздар да болады. Және тауығымызды салып, оның үстіне помидорымызды салатын боламыз. Сонымен біздің питамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазып өтсеңіздер болады.